Жазғы демалыстан соң тікелей эфирде Таңшолпан өз жұмысын бастайды. Қайырлы таң қазақ елі. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Айкүн балалар бақшасының психологы Маткерімова Алтынай Тасболатқызы. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік. Бұл мамандыққа қалай келдіңіз? Жұмысыңыз ауыр емес пе? Иә, бірақ мен үшін бұл жай ғана жұмыс емес, қызмет емес. Бұл менің жүрегімнің таңдауы. Мен баланың жан әлеміне жол табатын адаммын. Менің ғажайып әлемім ол баланың жүрегі. Жақсы, рахмет. Ал психологтың ғажайып әлемі қандай болады? Осы жөнінде айта кетіңізші. Психологтың әлемі ерекше әлем. Бұл әлемде сиқыр да, мейірім де, жүрек жылуы да бар. Мен кішкентайлардың жан дүниесіне үңіліп, олардың күлкісінен қуат алатын адаммын. Баланың күлкісі менің ең үлкен марапатым. Ал көзіндегі мұң мен үшін үнсіз сұрақ. Сол сұрақтың жауабын табу, кішкентай жүректің тыныштығын сақтау менің борышым. Кейде бала бір сөз айтпай-ақ бәрін білдіреді. Оның суреті, ойыны, іс-қимылы бәрі сырға толы. Мен сол сырды түсініп, бала жанның тереңіне үңілемін. Психологтың әлемінде шекара жоқ. Мұнда сенім, мейірім және түсіністік қана билік етеді. Менің қолымда сиқырлы кілт бар. Ол жылы сөз. Жылы сөз баланың жүрегін ашады, сенім ұялатады, жарық әлемге жетелейді. Психолог болу жай мамандық емес. Ол жанның қызметі, жүректің таңдауы. Мен балаларды жақсы көремін. Олардың әрбір жетістігіне қуанып, әрбір қиын сәтінде қолдау көрсетемін.